Бұл біздің кейіпкер Мәлік. Жасы 24-те. Іс-сапардан келе сала сүйіктісімен кездесуге асығыс. Назерке де Мәліктің жолын күтіп, әбден сағынған. Қос ғашық бүгін алып шаһардың ғашықтар мекені аталып кеткен Көктөбеде кездесті. Сырт көзге жарасымды, әп-әдемі болып көрінген жұп, махаббат жолында кейбір өмірлік ұстанымдарынан бас тартқан. Біздің танысқанымыз өте қызық оқиға болды. Мен шетелге демалуға барған едім, Турцияға. Сол кезде бұл кісі жұмыс бабымен келген болатын. Сол кезде таныстық. Басында жас айырмашылығын байқадым, әрине қашқақтадым, бірақ өз дегеніне жетті. Шетелде білесіздер ғой, енді көп жүре бермейді да, Қазақстаннан келген кісілер. Мен көріп кішкене нетіп қалдым, сынып қалдым десем де болады. Негізі өзім ең басында қарсы болатын қалай айтады? Жас айырмашылығы. Жас айырмашылығына. 6 жас деген енді аз жас емес қой, шыны керек. Қыз бала ұл баладан үлкен болғанда қарсы болатын. Бірақ махаббат жасқа қарамайды дегенге біздің махаббат жасқа көзіміз жетті. қарамайды. Мәлік Назеркеге бір көргеннен ғашық болған. Жүрегін жаулау үшін аянып қалмады. Бір беткей жігіт ақыры дегеніне жеткен. Кездесіп жүргендеріне 7 айдың жүзі болды. Сөз байласып та қойған. Жақын арада шаңырақ көтеру жоспарда бар. Болашақ келіндерінің жасы үлкен екенін білгенде, жігіттің туыстары қарсы болған. Хабарлап айтқам ғой, осылай үлкен деп қарсы болды өзі де. Содан кейін амал жоқ, барып таныстырдым. Таныстырғаннан кейін, ешкене жақын танығаннан кейін ұнатып қалды да, қалай айтса болады. Көрініп тұр тәрбиелі қыз екенін, сыпайы анамна. Содан кейін ұнатып қалғаннан кейін, мен ұнатқаннан кейін олар да ұнатады ғой. Махаббат жас талғамайды деген осы болса керек. Әдетте ерінің жұбайынан жас үлкен болғаны қалыпты жағдай. Мұндайға қоғамдағы көзқараста бір қалыпты. Соңғы кездері әйелінің күйеуінен үлкен болуы жиі кездеседі. Бұл туралы бұқара не ойлайды екен? Меніңше әйелдің бір 10-15 жасқа үлкен болуы ол дұрыс емес. Бірақ қазіргі таңда біздің қоғамда көбінесе материалдық жағдайға мән бергендіктен осындай жағдайлар орын алып жатыр деп ойлаймын. Білмеймін, қазіргі заманда мысалы көбі махаббат жасқа қарамайды деген бір заңға сүйеніп алған. Бірақ менің ата-әжемнің өзі айтады, сен қанша өзіңмен бірге құрдасың ешқашан үйленбе депші, өзіңнен 5 жас негесе 10 жас кіші әйел ал дейді. Себебі ол сені мәңгі сыйлайтын болады дейді. Енді кез келген еркек әйел адамды өзінен бір сат төмен тұрғанын қалайды ғой, қанша айналып келсе де. Сондықтан 1-2 жас қана деп ойлаймын, одан үлкен болса, менің ойымша бір мамасына қарағандай бір сондай көзқарас қалыптасып кететін сияқты, білмеймін, әйеліне емес. Дегенмен әркімнің таңдау еркі бар. Бастысы махаббатыңыз баянды болғай.